Баршаңызға ассаляму алейкум достар, бүгін қатпарлы алма сойкасының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен салмасын дайындаймыз, сол үшін бізге 3 алма қажет. Алмаларымызды видеода көрсетілгендей кішкентай кубиктарға тураймыз. Енді туралған алмаларымызды табаға саламыз. Алманың үстіне қант, лимон шырынын, корицаны салып, алмаларымыз жұмсарғанша дейін дайындаймыз. Біздің алмаларымыз осылай дайындалуы қажет. Қамырына дүкендегі дайын қаптарға қамыр қажет. Қамырымызды видеода көрсетілгендей бөліктерге турап шығамыз. Енді қамырымыздың бір бөлігін алып, оны шетіндегі ортасынан 3 рет тураймыз және басқа шетіне салмамызды салып шығамыз. Ары қарай сойкаларымызды видеода көрсетілгендей жасаймыз. Бүкіл сойкаларымызды солай жасап шығамыз. Дайын сойкаларымыздың үстін жұмыртқамен жағып 190 градуста 35-40 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің қаптарлы алма сойкаларымыз дайын. Олар өте қатырлы, қаптарлы болып шықты. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға және өздеріңізге бұл сойкалар ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны ұнаса лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассаляму алейкум.